Бәріне сәлем, бұл Сайбер Алаң және оның жүргізушісі мен Аружан. Бұл ерекше шығарылым. Өйткені бүгін өткендегі видеолардағыдай немесе жаңалықтардағыдай менің жасанды интеллектпен жасалған аватарым емес, шынайы өзім сөйлеп тұрмын. Және айта кететін жайт, сіздерге қай нұсқа көбірек ұнады, менің жасанды интеллектті аватарым ба, әлде шынайы өзім бе? Соны тапкірге жаза кетіңіздер. Біз ешқайда жоғалып кеткен жоқпыз, командамыз аздаған демалыс алды және жаңа серпінмен біз киберспорт әлеміне қайтадан аяқ басамыз. Жақында бізде жұмыс форматы өзгереді, жаңа рубрикалар, күшті сыйлықтар мен ойындар пайда болады. Сол себепті әлеуметтік желіде барлық жаңалықтарымызды бақылап отырыңыздар. Және бүгінгі шығарылымның демеушісі әдеттегідей біздің сенімді де сүйікті серіктесіміз Kingston Fury компаниясы. Спорт олимпиада ойындарына қосылып, қызықтың барлығы енді басталғалы тұр. Өйткені 2025 жылдан бастап Сауд Арабиясы спорттан олимпиада өткізбек. Ал Сауд Арабиясының ұлттық олимпиада құрамасы мен халықаралық олимпиада комитеті 12 жылдық серіктестікке жалпы осы киберспорттан олимпиаданы жиі өткізіп тұру мақсатында қол қойды. Және бұл серіктестік киберспорт, кәдімгі спорт түрлерін басып кетуі мүмкін бе, әлде спорттың олимпиаданың қай түрі ыңғайлы деген сұраққа жауап бермеді десе де, халықаралық олимпиада комитетінің осындай шешімі біздерге, яғни жастарға жаңа технологиялар арқылы жақын болу мен жаңа бір мүмкіндіктерді дамытатын сияқты. Бізде алып жүрген кезде сенімді серіктесіміз Kingston Fury компаниясы өзінің Renegade DDR5 RGB Limited Edition атты жаңа жадын ұсынды. Автожарыстар әлемнен шабыттанған жарыс жолдарының энергиясы мен динамикасын тікелей компьютеріңізге жеткізеді. Жоғары жылдамдық пен сенімді жұмыс үшін жасалған бұл жад ойын ойнауға, ағымды және бейнені өңдеуге өте ыңғайлы. Бізге де керек осы еді. Өйткені өрнекті дизайны бар модульдер жарыс машиналарына ұқсайды. Ал 12 диодты жарық панелі 18 RGB эффектімен қамтамасыз етілген. Өзіңіздің бірегей атмосфераңызды Kingston Fury мен бірге жасаңыз. Cloud9 барлық қазақтың басын қоспай қоймайтын сияқты. Аты аңызға айналған бұл спорт ұйымы 4 жылдық үзілістен кейін Dota 2 әлеміне қайта оралды. Олар Entity құрамын өз қоластына алды. Өзіміздің онда Watson да бар. Бұл ойыншылар үшін үлкен жаңалық, себебі Cloud9 әрқашан спорттағы ең танымал және ең үлкен құрметке лайық ұйымдардың бірі болып қала береді. Entity командасы Riyadh Masters 2024-те 9-11 орын алып, $100,000 табыс тапты. Енді олар Данияда өтетін 4-15 қыркүйек аралығында, нақтылап айтсақ, The International 2024-ке дайындалып жатыр. Сонымен қатар Watson Team Falcons-тық Marlinді басып озып, еуропалық ладдерде бірінші орынға ие болды. Әдеттегідей өзінің жоғары деңгейін қайтадан дәлелдеу Watson үшін әшейін сән ғой. Cloud9-ның камбэгі туралы сіз не ойлайсыз? Алдағы The International-да олар қайтадан таңғалдыра ма екен? Пікірге жаза кетіңіз. Watson ешкімге қызық болмай қалған ба? Finger Pro әдеттегідей ең үздік стримерлердің тізімін жариялады, бірақ өкінішке қарай біз соның арасынан Әлімжанды таппай қалдық. Бұған дейін ол үнемі бірінші орынға ие болып, маусым айында қола алған еді. Өкінішке қарай не дегенмен осы жазда көрермендердің назарын аудара білген стримерлерге көшейік. Үздіктер үштігін PUBG Mobile ойнайтын Қазанбас ашады. Ол эфирде 169 сағат өткізіпті. Қаралымдар саны 101 мыңға дейін төмендеп кетсе де, Lamborghini скинін ойнап, қайырымдылыққа 700 мың теңге жинады. Дәурен, яғни Adrian eSports World Cup пен стримде болып, 164 мың қаралым жинады. Жалпы 56-да 5 сағат жұмсапты. Ал Алдияр атты стример 495 мың сағаттық қаралыммен көш бастап тұр. Ол Twitch тропстарымен 178 сағаттық стрим марафонын өткізді. Dota ешкім ойнамайтын қызықсыз ойынға айналды ма? Steam Charts мәліметтерін оқып берсем, шілдеде Dota 2-ның онлайн шыңы 801 мың ойыншыға дейін төмендеген.
Бұл өткен аймен салыстырғанда 2%-ға, ал 2016 жылғы наурыздағы рекордтан айтарлықтай төмен. 1 тамызда әзірлеушілер кейіпкерлердің, заттардың және бейтарап клиптердің тепе-теңдігін өзгертетін жаһандық патч шығарды. Алайда 13 тамызда тағы бір жаңарту шығып, Reddit пайдаланушылары ойын статистикасын қарауға кедергі келтіретін сервер қателеріне шағымданып жатыр. Dota 2 танымалдылығын қайтару үшін не істеу керек? Соңғы жаңартудан сіздің алған әсеріңіз қандай? Пікіріңізді күтеміз. Жігіттер, қозғалыңдар, әйтпесе артта қаласыңдар. Өйткені алматылық қыздар MySkill ұсынған алғашқы қыздар турнирінде CS сахнасын бағындырайын деп жатыр. Қазақстандағы ерлер киберспорты үшін 25 тамызда қиын сәт туы мүмкін. Себебі дәл осы күні қыздар CS жігіттерге арналған ғана ойын емес екенін дәлелдейді. MySkill ұсынған қыздар турнирі стереотиптерді бұзып, жаңартулар әкеліп жатыр. Қыздар ойнай алмайды дегенді кім айтты? Cloud9 мен қазақтарды не біріктіреді? Әрине, кешігу. Өйткені бірі тойға кешіксе, екіншісі құрамның хабарландыруымен кешіктіріп жүр. Ұйым интриганы соңына дейін ұстап, 5-ші ойын ретінде тағы бір қазақты команда қалды. Бұндай құрметті лауазымға IC келді. Қайсар небәрі 19 жаста, алдағы уақытта өзін көрсетуге үлкен мүмкіндік туып тұр. Бірақ барған командасы жақсы ма? Комьюнити пікірінше Cloud9 енді топовый ұйым емес. Көптеген турнирлерді жіберіп алды, Шалтебе жетекшісі олар тіпті мейджорға да бармайды дейді. Ал Overdrive көптеген ойыншылар ұйымның ұсынысынан бас тартты деген қауесетті таратып жүрді. Overdrive Moment. Бірақ бұл бұлтылар үшін әзірге ең керемет ұйым. Қазақтардан жаңа Dream Team Counter-Strike бойынша мейджор чемпионы аты аңызға айналған қазақстандық ойыншы Hoppet Cloud9-нан кеткеннен кейін топ 60-тағы OneWin командасына қосылды. Онымен бірге жаңа құрамда Бустер, Нилан, Руджин, Латтик және жаттықтырушысы Солар. Ирониясыз болмайын деп тұр, себебі өткен жылы OneWin'де бомбойшы ойнаған еді. Ол кейінірек Cloud9-ға ауысты. Айта кету керек, бұл командада 3 тәжірибелі қазақстандық ойыншы, ресейлік Латтик және өзбекстандық Руджин бас қосты. Бірақ бізде бір сұрақ бар. Команда Абайдың деңгейіне лайықты ма? Hoppet 2017 жылы Gambit пен Krakovтағы мейджорды жеңіп алғаннан кейін Counter-Strike'тағы ең танымал қазақстандық ойыншы ретінде дәрежесі өскен. Сол аңызға айналған бестіктің басқа мүшелері әлдеқашан ойынды тастап кеткендей. Hoppet'тің жасы 30-да, ал оның жаңа командасы Шалтебе рейтингінде бар болғаны 57-ші орында. Әзірге ірі турнирлер туралы ештеңе айта алмаймыз, бірақ бұл құрамды ESEA Advanced'те көре аламыз. Ал соңғы айда команда еш жерде танылып үлгермеді. Simple маусымның басты жанжалшысы ма? Әдейі өзіне назар аудартып жатқанына қарағанда, екінші жыл қатарынан мейджорсыз қалғаны жынына тиіп жатқанға ұқсайды. 1 тамызда Jinx Rush YouTube арнасында Simple'дың Faceit матчтарындағы сәтсіз жайттары бойынша видео шығарды. Саша бірнеше рет ойнап, статистика мен ойындағы қимылдары бойынша нашар көрсеткіш орнатты. Сондай-ақ видеода Simple'дың атынан басқа біреу ойнаған туралы да қауесет тарап, бұл үлкен дауға айналды. Сондай-ақ Simple'дың атынан ойында басқа біреу ойнаған туралы қауесетте тарады. Бұл видео тез таралып кетіп, Simple аккаунтын достарына беретін туралы айтты және тіпті айыптауларға өзінің наразылығын білдірді. Әрине бұл қоғам арасында үлкен дауға әкеп соқты. Жалпы бұл жерде халықтың реакциясы екіге бөлінді. Бірі Simple'ды қолдады, ал екінші топ оны банға жіберу керек деді. Киберспортшының өзі айыптауларды абсурд деп санап, оған келіспейтін жеткізді және ары қарай талқылаудан бас тартты. Сонымен кімдікі дұрыс? Қазіргі уақытта Faceit Simple'ге қарсы ешқандай шара қолданған жоқ. Мәселе де шешілген жоқ. Ал ойыншылар платформадан ресми шешім күтіп отыр. Үнділік мақтаншақтар. Турнир ұйымдастырушылары халықты күлкіге қарық қылды. Бәрін рет-ретмен айтып берейін. Үндістер пиар жинаймыз деп 2024 жылғы Sky Sport чемпионатын өткізуге шешім қабылдайды. Алайда турнир өте төмен деңгейде ұйымдастырылған болып шығады.
Бетпункт Team тіпті әрең жұмыс істейтін компьютерлер, іске қосылмаған Windows жүйесі және ескірген стилдерді көрсетіп, видео шолу жасайды. Ал ең күлкілісі, турнир кезінде жарық сөніп қалып, ол 5 сағатқа тоқтап қалған. Кейбір командалар өз еріктерімен жарысқа қатысудан бас тартқан, ал кейбір команданы ұйымдастырушылар жалынып әрең қалдырған тәрізді. Бір күні Қазақстанда турнир өткізеді деп үміттенеміз, бірақ үндістер сияқты масқара болмасақ болды. Алдына жан салмайтын жыту спортстық Монесе тағы да бәрін басы бозды. Ол Blast Premier Fall Groups 2024-те 7 карта бойынша 1-49 рейтингіне қол жеткізді. Бұл нәтиже қарсыластарға бір мүмкіндік қалдырмады. Шығыс Европадан келген спортшылар Широ мен Донгта қатты алыс емес. Олар 1-45 және 1-33 рейтингтерімен үздік 5-ке кірді. Бұл жігіттер қалай ойнау керегін біледі. Blast Premier Fall Groups 2024 29 шілде мен 4 тамыз аралығында Данияда өтіп, $190 000 қатар Fall финал және Fall Showdownға слот ойнатылды. Team Liquid пен Team Spirit Алматыда не істеп жүр? Fisher турнирлік операторы MLBB бойынша үлкен Супернова турнирін өткізді. Турнир 2 кезеңде өтті. Тек мықтылар ғана тойтарыс бере алды. Алдымен командалар Single Round Robin топтық кезеңінде 2 жеңіске дейінгі матчтармен шайқасты. Барлық матчтар Bowl3 форматында өтті. Төменгі кестенің финалы 3 жеңіске дейін, ал үлкен финал 5 жеңіске дейін болды. Супернова 8-10 тамыз аралығында өтіп, көрермендерге қызықты демалыс сыйлады. Team Spirit, Team Liquidтен басқа ойынға Echo, Aurora Gaming, INC Sports, Madball және Falcons Upbrand сияқты мықты командалар қатысып, $100 000 жүлде қоры үшін күресті. PUBG-де енді чит қолдануға болмай ма? Читерлерге қарсы миссия басталды. 2024 жылдың 29 шілдесінен 4 тамызына дейінгі аптада әзірлеушілер 73 000 аккаунт пен 80 000 құрылғыға бан берді. Олардың жартысынан көбі, яғни шамамен 60 000-ы чит пайдаланғаны үшін жазаланды. Бірақ осымен тоқтап қалған жоқ. Чит пайдаланғандардан бөлек 10 000-ға жуық ойыншы өз тиммейтін өлтірген үшін жазаланып, ал тағы 3 000-ға жуығы қарсылас командамен біріккені үшін банға кетті. Айтпақшы, айдың соңына дейін ойында PUBG Mobile X Crazy құндыз оқиғасы болды. Сондықтан егер сіз әлі ойнап көрмеген болсаңыз, осы айдың соңына дейін үлгеруге кеңес береміз. Біз Cyberallan командасы Қазақстандағы киберспортты дамыту және киберспортқа байланысты қазақ тілінде ақпарат тарату мақсатында апта сайын осындай жаңалықтар топтамасын шығарып отырамыз. Біздің YouTube, Telegram арнамызға және TikTok пен Instagram парақшаларымызға жазыла кетіңіздер. Жаңалықтарды үнемі бақылап отырыңыздар. Біз ары қарай өсеміз, дамимыз және киберспортқа байланысты жаңалықтарды беруді тоқтатпаймыз. Сіздермен бірге болған мен Аружан, келесі шығарылымда кездескенше.